Жақсы болсын, жаман болсын, ол сенің ағаң. Аға болып не істеді ол маған? Сіздерге бала болып жарытпаған адам маған аға бола алмас. Болды, балаңызды жақтай бермей, одан да барып төлейік. Пап? Пап? Не болды? Байқадыңыз ба? Не болды? Папаның саусағы қозғалған сияқты мам. Құдайға шүкір. Мен қазір врач шақырып келейін. Құдайға шүкір. Jonas күнім сау. Қалайсың балам? Жақсы аман есен. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсымыз. Айшадан хабар бар ма? Әзірге жоқ. Телефонда жүрек. Маған әйелім мен баламыз деп тұру керек. Роман, жақсылығыңды ұмытпайын. Ештеңе етпейді. Жұмысым ғой. Жақсы. Амандықта. Көмек керек болса хабарласасың ғой. Жақсы бола ғой. Сау болыңыз. Жүріңіздер. Құттықтаймын. Әділ аға есін жиді. Рахмет, біз кірсек бола ма? Әрине. 5 минутқа кіріп шықсаңыздар болады. Бірақ көп шаршатпаңыздар. Әлі де денсаулық әлсіз. Рахмет. Әділ. Пап, Қызым. пап, осы қызым деген сөзіңізді қанша күттім білесіз ба? Айша қайда? Медет қайда? Аман ба олар? Неге үндемей қалдыңдар? Аман ба? Архат қайда? Сендерге бірдеңе істеп қоймады ма? Архат ештеңе істемеді. Бірақ Не болды? Айтсыңдар. Пап, сізге уайымдауға болмайды қазір. Қызым. Айша мен Медет жоғалып кетті. Қалайша? Білмейміз. Пап, біз оларды жан-жақтан іздестіріп жатырмыз. Айша? Жан? Архат, кешірші мені, мен бұдан артық шыдай алмаймын. Не айтып тұрсың, Айша? Болды, қой. Түсші бері қарай. Мен саған лайық емеспін, Архат. Айша, олай деме. Мен жақындаған адамдардың барлығы жамандыққа ұшырайды. Мен сен азап шеккеніңді қаламаймын, түсінесің бе? Айша, олай демеші, өтінемін. Мен сені жақсы көремін. Мен де сен үшін шыдап жүрмін бәрін. Сен де шыдаш, бәрі жақсы болады, ұмытылады әлі бәрі. Сен шыдай алсаң да мен шыдай алмаймын, Архат. Кешірші. Айша, сен маған сенесің? А? Кел. Мен де саған сенем. Екеуміздің болашағымызға сенем. Бізде бәрі жақсы болады. Маған сенші. Жарай ма? Білейік, осыны алып тастан.
қайткенде де сендерді іздеп табам. Бізде бәрі жақсы болады. Медеттің саған жазып кеткен хаты. Жандос аға, қалыңыз қалай? Сізде бәрі жақсы деп ойлаймын. Бірақ жақсы болса кетпейтін едіңіз ғой. Айтыңызшы, мен папа демегенім үшін кетіп қалдыңыз ғой, я? Өтінемін, үйге қайтып келіңізші. Сізді қатты сағындым. Сіз кеткелі, мама да көңілсіз. Бірақ маған білдіргісі келмейді. Мен енді сізді аға деп айтпаймын. Өтінемін, үйге қайтып келіңізші, папа. Мен қайтып келдім ғой. Уәде берем. Мен сендерді іздеп табам. Can, не қылды? Әлі ұйықтамағансың ба? Ұйықтай алмадым. Сен маған ренжіп жүрсің ба? Жоқ, не үшін ренжуім керек? Енді соңғы кездері жаныңа жақындасам болды, шытынап шығасың. Жоқ, сенен тек қамқорлық қана көремін ғой. Бірақ қолың денеме тисе болды. Біртүрлі бір үрей пайда болады. Неге екенін түсінбеймін. Ренжімеші. Жан, бұлай болмайды. Сен уақытылы ұйықтау керексің, дем алу керексің. Жарай ма? Дәрілерін ішті ме? Архат, оларды ішсем басым айналып бір елесті. Айша, сен ол дәрілерді ішуің керек. Докторлар жайдан жай жазып берген жоқ саған, жарай ма? Егер ішпейтін болсаң, қайтадан психушкаға алып кетеді сен. Немене? Архат, сен мен сол жаққа апардың үшін ме? А? Айша. Архат, апармайсың ғой, тағы да. Архат, мені тастамашы, ал өз өзімді өтінемін. Уайымдама, мен сені ешқайда жібермеймін, ешқайда апармаймын. Менің жанымда боласың. Бірақ дәрілерді ішуің керек. Түсіндің ғой? Иә, қазір ішем барып, бе? Қай жерде? Осында күт, өзім әкеп беремін. Алсайшы енді. Алло, балам, қалайсың? Жақсы, мама. Не болды? Қолым бос емес, сөйлесе алмаймын. Архат, папаң есін жиды. Дұрыс болыпты. Жақсы, мама, менің уақытым жоқ. Алло, Архат, тыңдаш. Папаңның еміне ақша керек болып тұр. Сен тауып берем деп едің ғой. Болмайды.
айтпай жатыр, мама. Болса салып жіберем, жарайды, мазалай бермекші, қолым бос емес. Алло, Архат, осы қатын бар ғой, сен түбіңе жетеді, айтпады деме. Айттым. Екінші рет сол қатынға жақындама дедім. Өзің де қырсықсың ғой барып тұрған. Түсініп тұрмын ғой, Жеке. Қиын жағдай. Біздің қолымыздан не келеді айтшы? Өзім де осында істедім. Білесің ғой бәрін. Негізі қолымыздан келгенін бәрін істеп жатырмыз. Я түсінемін ғой, Аза. Бірақ өзіміз ғой деп сендер келген. Жеке, сен сұрамасаң да көмектесеміз ғой, бауырым. Қарайтын жердің бәрін қарап жатырмыз. Заброшка, лес, речка, моргқа дейін. Барлық жерге запрос тастап қойдық. Рахмет, Аза. Все, жақсы. Жақсы. Жарайды. Алло. Сәлеметсіз бе Жандос аға? Мен сіздердің көршілеріңізбін ғой, Меруерт деген. Сіздің нөміріңізді Гүлзира тәтеден алып ем. Ha, Меруерт, айта бер, тыңдап тұрмын. Жолға аламыз ба? Жайша ма? Айша тәте жайында. Айша жайында? Қайда барайын? Қазір местоположение жүремін. Жақсы. Ай, Біржан, тағы да ойнап кеттің ғой, я. Шай суып қалатын болды ғой. Сен есің дұрыс па? Сенің жігітің Айшаны соңғы рет көрді деп маған неге бірін айтпайсың? Білмеймін аға. Қорыққан сияқтымын. Қорқатын несі бар бұнда? Менің білетінім осы ғана. Айша тәтені табуға көмектесіп қалма деген ой ғой менікі. Ана жігітіңе хабарлас, қайда екенін біліп бер. Жігітім емес. Жарайды, еркебұланмен хабарлас. Мен сізге нөмірін берейін. Тез айт. 8 700 397 66 55. Жан, сен осында күте тұр, жай ма? Ешқайда шықпа. Мен қазір аптекаға барып дәрі алып келемін. Дәрілерім бітіп қалды. Архат. 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 Архат, мені тастамашы. Архат. Мені жалғыз қалдырмашы. Архат, өтінемін. Архат. Тағы кімнің қатысы бар? Білмеймін. Қайда кетемін деп еді. Білесің бе? Оны айтпады. Алтындар мен үйдің документтерінің бәрін алып кетті. Дұрыстап. Ойланшы. Есіңе түсір. Мүмкін бір зацепка табылар.
соңғы келгенінде жанына хабарласқан. Түсінікті. Телефоным қайда? Қазір. Алмай ма? Ұйықтап жатқан шығар. Негізі әдетте ол түнгі клубта болады. Немесе балалармен футбол қарауға барады. Сен хабарлас. Мүмкін сен телефонды көтеретін шығар. Сөйтіп маған қайда екенін біл. Алло. Жандос, қайырлы күн. Мен Әділ ағаңмын ғой. Қалыңыз қалай? Тәуір болып қалдыңыз ба? Ақырындап тәуір болып келе жатырмыз. Жандос. Айта беріңіз аға, тыңдап тұрмын. Не шаруа? Айша жайында сөйлесейін деп ем. Балам, сен больницаға келе аласың ба? Аға, қазір қолым тимей жатыр. Телефонмен айта бересіз бе? Біз бір зацепка тапқан сияқтымыз. Қандай зацепка? Арқатқа қатысы бар ма? Келгенде сөйлесейік. Жақсы. Қазір барам. Саған қазір жігітің хабарласып жатса, бірден маған айт. Маған кез келген информация маңызды. Аға, ол маған айтпайды. Мен алдында одан сұрағам. Ол маған араласпай, тыныш жүр деп айтты. Жарайды. Хотя бы жігітіңнің қайда екенін біліп берші, и все. Жарайды аға. Жақсы. Хабарын күтем. Сау болыңыз. Сәлем. Маған ба? Әрине сізге. Қалайсыз? Әкем есін жейді. Сіз гүл бердіңіз. Жақсы sevgi болады бүгін. Күліп жүрсіңіз. Күліп жүрсеңіз, сонда әдемі болады екенсіз. Сізді бүгін кешкі асқа шақырайын деп едім. Ренжімеңіз, әкем енді есін жейді. Мен қасында болуым керек және бұрынғы жағдайлардан да әлі айыққан жоқпын. Маған уақыт керек. Кейін көреміз. Болды онда, хабарын күтемін. Жақсы, мен кірейін. Сау болыңыз. Аға, автобус менің үйіме бара ма? Үйің қайда сенің? Біздің үй... Сәлеметсіз бе, тапсырыс бересіз бе? Сәлеметсіз бе, қазір тағы бір адам келу керек, сосын берем. Жақсы. Рахмет. Сәлем, Жан, қалайсың? Сәлем. Жақсысың, қалайсың? Жақсы. Рахмет. Тапсырыс береміз, е? Қарным ашты. Қарай берейін. Сәлеметсіз бе? Не тапсырыс бересіздер? Сәлеметсіз бе? Маған
Паста бересіз бе? Сенші? Маған. Екі паста и фреш. Екеу апельсиновый. Пока все. Жақсы. Сақина жарасады екен. Рахмет, көп-көп. Сонымен бір шешімге келдің бе? Енді Сақинаны тағып алғаныма қарағанда, иә. Жай нақтылап алайын дедім ғой. Айша, есік неге ашық? Айша. Айша. Дәрілерін алып келдім, кел, іш. Қайда кетті мына қатын? Айша. Мен ойнайын дедім, білесің. Айша. Бәрі жақсы болады, қызым. Әр нәрсенің қайыры бар. Сәлеметсіздер ме? Жандос. Қалыңыз қалай аға? Кел, Жандос. Отыр. Сәния, хабарласпа болды. Алмайды енді ол телефон. Е, балам. Хабар бар ма? Жоқ. Сізден бір жаңалық болып қалма деп келіп отырмын. Сендер бара тұрыңдар. Менің Жандоспен сөйлесіп алуым керек. Айта беріңіз аға, тыңдап отырмын. Алдымен сенен Архат үшін кешірім сұраймын. Аға, жарайды. Бұл жерде өзі не болып жатқанын айтыңызшы. Айша, Архаттың қолында. Не? Өзім де сезіп едім. Оны қайда екенін қалай білуге болады? Білсем, бірден айтпаймын ба. Бар білетінім, Айша есін жоғалтыпты. Өзінің кім екенін білмейді. Архат соны пайдаланып жүр. Сәния айтты. Қалай сонда? Сіздің әйеліңіз осының бәрін біліп тұрып, сізге бір ауыз айтпаған ба? Кешір, балам. Әйелім мен балама қарай алмаған мен кінәлімін. Жазғырсаң, мені жазғыр. Жарайды аға. Ең бірінші бізге Айша мен Медетті табу керек. Одан кейін кімнің кінәлі екенін анықтаймыз. Олардың қазір қайда екенін кім арқылы білуге болады? Жанның арқылы шыға аласың. Жанның бұл іске қандай қатысы бар? Өзім де білмеймін. Сәнияның айтуы бойынша, соңғы кезде
Архат пен Жанна бір-біріне жиі хабарласып отырған. Архатты тек Жанна арқылы тапсаң болады. Жарайды аға. Рахмет сізге, мен жүрейін. Рахмет айтудың қажет жоқ болам. Мен тек әйелімнің, баламның бүлдірген істерін түзеткім келеді. Бәрін ақылмен дұрыс шешеді деп үміттенем. Жақсы. Тез соғып кетіңіз. Ақшаң жоқ па, неменеге мінесің автобусқа? Қарындас? Қарындас? Бәрі дұрыс па? Ауырып тұрған секілді, сол көмек керек емес па? Қарындас? Скорый шақырсайшы, Еркебан. Еркебан. Қарындас? Hey балалар! Қашыңдар, Ислам апа келе жатыр. Hey балалар, тоқтаңдар, тоқта! Hey балалар! Айбарымды көрмедіңдер ма менің? Мен немеремді. Бұл қайда жүр? Мына көршінің ауласына кіріп кетпеді ме екен? Айбар! Тойдан кейін қайда барамыз? Мальдивы, Бали, Дубай, не болмаса Париж. Давай Балиға барайық. Жақсы таңдау. Маған шешіп киімдер алу керек. Кімді іздедіңіз? Қас. Сыртқа шығамыз ба, жоқ әлде осында сөйлесеміз бе? Мен неғып сізбен сөйлесуім керек. Айша қайда? Қайдан білейін мен Айшаның қайда екен? Сен не маған спектакль ойнап отырсың ба? Айша мен Архаттың қайда екенін білетін сен ғана. Тоқтаңызшы. Сізге не керек? Неге дөрекі сөйлесіп тұрсыз? Жан, мен барып сөйлесіп қайтайын мына кісімен. Жүр. Жанна. Қазір тез келем. Ренжімеңіз. Сен немен аңдып жүрсің ба? Мына жақта екенім қайдан білдің? Бұрын қайда жұмыс істегенімді ұмытып қалдым. Архат пен Айша қайда? Білмеймін мен олардың қайда екенін. Олай өтірік етпеші. Жандыс, қойшы. Білмеймін дедің ба, значит, білмеймін. Мен Айшаны бір-ақ рет жолықтырдым, и то есін білмейтін кезде. Архатқа звондадым, ол басқа қала алып кетті, и все. Онда ана Архатыңа звондайсың да? Қайда екенін білесің. Звондамаймын мен оған. Звондайсың. Звондамасаң не болады Не білесің? болады екен? Сен ана жаңа жігітіңмен сөйлесем де, сен қандай адам екенін білетін ұқтың ба? Звонда давай. Сен не деген адамсың өзің? Жапшы аузыңды. Қанша жерін араласпай кетсең де, бұрын араласқан құрбың ғой сен. Алло, Архат. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жанна, менде уақыт жоқ, тез айтшы. Не болды? Жай Айшаның жағдайын білейін деп едім. Жан, айтып тұрмын ғой мен саған, уақыт жоқ, басты қатырмашы, давай. Не болды саған, Архат? Тас жүрек емеспін ғой мен. Оны айтайын деймін. Не болды, түсіңе кірді ме? Просто жағдайын білейін деймін. Жағдай мен ойлағандай. Түсінікті. Кстати, сендер қай қалаға көшіп кеттіңдер? Жанна, не болды саған, не істейсің? Жай просто сұрағаным ғой. Может, аған барып қайтатын шығармын. А чё? Ана жігіттің маған қарағанда онша емес пе екен, а? Ой, қойшы соны. Сонымен қайдасыңдар? Может, мен саған барып қайтармын, а?
Короче, біз Қонаевтамыз. Естіші келетін болсаң ертерек айт. Мен ана қатынды бір жақты қылуым керек. Жақын екеу ғой, жарайды онда. Алмас келе жатыр, кейін хабарласам. Все, да. Болды. Есідің ғой қайта екен, е? Болды, боссың. Бірақ телефонды өшірме, любой время звондап. Бля, бұйырып қояды ғой маған, козел. Шырағым, мен немеремді көрмедің бе? Кешіріңіз апа, немереңізді танымайды екем. Қалай? Сен менің немеремді танымайсың ба, Айбарымды? Апа, асастау едім. Айналайын, осында, осы кішкентай бала кірмеді ме? Жоқ, кірмеді ондай. Не істеймін енді? Бәрі менің кінәм. Мен түрмеде жатқанда отбасымды қорғап қала алмадым. Енді бәрін орнына қоятын кез келді. Архат, күт мені. Скорый шақырсаңдаршы! Кем дегенде Айша мен Жандосты кездестіре аласың. Қолынан келген бәрін істеймін. Сен сабырға кел. Айшаның күйеуі сені қай жерде екенін біледі. Артымнан жүріп, түсінен қашып кеттім. Қанша қателессең де адамгершілікті жоғалтпай. Біз Архаттың Айшаны қайда ұстап отырғанын білеміз.